Бұл 5 жылға созылған ауыр кезең болатын. Айгерім 25 жасында тұрмысқа шықты. Ол кезде ол махаббатқа шын сенетін. Қызыл дипломы бар, романтикалық кітаптарды көп оқыған. Бірақ өмірдің шынайы қиындығын әлі толық түсінбеген жас қыздарға тән сенім еді бұл. Ернар Қызылбек оған тағдырдың сыйындай көрінді. Бойы ұзын, дауысы жұмсақ, ал көзқарасы Айгерімді бұл дүниедегі жалғыз әйелдей сезіндіретін. Ал оның анасы Күлзия Төлегенқызының қала сыртындағы элиталы ықшамауданда орналасқан 3 қабатты зәулім үйі Айгеріме ескерту емес, жай ғана жағымды қосымша болып көрінді. Үйленгеннен кейінгі алғашқы апталар гүлдің жұпар иісімен жаңа жағылған бояудың иісіндей әсер қалдырды. Зәулім үйдің 2-ші қабаты шынында да жөндеуді қажет ететін. Сол себепті Күлзия ханым уақытша отбасының ақшасын біріктіруді ұсынды. Айгерім, өзің де түсінесің ғой, жөндеу қымбат, деді ол алтын жиекті фарфор шайнектен шай құйып отырып. Оның мінсіз маникюрі бар саусақтары баяу әрі сенімді қимылдайтын. Қазірше бәріміз ақшамызды қосайық. Мен үйдің есеп қисабын өзім жүргізейін. Өз үлесімді бөлек жинайын, деп бастады Айгерім. Бірақ дәл сол сәтте жанында отырған Ернар оның қолын үстелдің астынан қатты қысып жіберді. Бұл нәзіктік емес, ескерту еді. Сен анама сенбейсің бе? Ол біз үшін тырысып жүр ғой. Бастама, деді ол. Бұл сөздер Айгерімге айқайлап, ыдыс-аяқ сындырып жатқандай қатқыл шықты. Ал шын мәнінде ол тек өз еңбек ақысына өзі бақылау жасағысы келген еді. Айгерім ірі сауда желісінде маркетинг бөлімінің басшысы болып жұмыс істейтін. Ай сайын 1 миллион теңге жалақы алатын. Бұл ақша оның туған жері Қарағанды облысындағы шағын қалада бір отбасын еш қиындықсыз асырауға жетер еді. Алайда енесінің көзінде ол бәрібір ұлына жолы болып деген. Өз орнын білмейтін келін болып қала берді. Ал уақытша деген сөз айларға созылды. Алдымен жөндеу, кейін Ернардың көлігіне алынған несие, одан соң осылай ыңғайлы деген сылтаулар көбейді. Әр қадам орынды сияқты көрінді. Әрбір көну ақылға қонымдыдай болды. Айгерім өз жалақысының толықтай енесінің картасына түсіп жатқанын өзі де байқамай қалды. Ал оның қолына күн сайын 7200 теңге ғана берілетін. Оның 2400-і түскі ас пен жалақыға, 4800-і үш адамға арналған кешкі асқа кететін. Үйленгендерінің 1-ші жылының соңына қарай Айгерім өзін ақысыз, бірақ сәнді үй қызметшісі сияқты сезіне бастады. Күн сайын таңғы 6-да тұрып, енесінің талабына сай таңғы ас әзірлейтін. Қуырылған жұмыртқа болмайды, тек баяу піскен жұмыртқа. Толық дәнді нан, жаңа сығылған шырын. Кешке жұмыстан шаршап келсе де, әріптестермен бас қосуға бармай үйге асығатын. Кешкі асқа кешігуге болмайтын. Демалыс күндері үйдің барлық 3 қабатын толық тазалайтын. Ал енесі әр бұрышты тексеріп, баспалдақтың тұтқасын саусағымен сүртіп, жарыққа ұстап қарайтын. Жаңа жылдық кешке 1 ай қалғанда, Айгерім алғаш рет өзіне көйлекке ақша сұрауға батылы жетті. 72 000 теңге, деді ол. Күлзия ханым қасын сонша көтеріп жіберді, маңдайындағы шашы көзін жауып қала жаздады. Көйлекке ме? Кімге сәнденгелі жүрсің? Бұл жұмысқа байланысты шара, деді Айгерім дауысын бір қалыпты ұстауға тырысып. Басшылық, серіктестер болады. Тұрмыстағы әйел бар киімін кисін. 72 000 2 апталық азық-түлік. Сол кеште Айгерім күйеуімен сөйлеспек болды. Бірақ Ернар телефоннан басын көтермей. Анам дұрыс айтады, саған жаңа көйлек не үшін? Еркек қарату үшін бе? Деді. Мен жұмыс істеймін, мен ақша табамын, бірақ өзіме көйлек те ала алмаймын, деді Айгерім. Ернар оған бір сәт қарап, көзінде тек ашу ғана бар еді. Сен кейде тым үстірт ойлайсың, саған үнемі бірдеңе жетпей жүреді. Айгерім үндемеді. Ол әлде қашан түскі асын үнемдеуге, арзанын іздеуге, кейде мүлде тамақ ішпеуге үйренген еді. Ол
Бұл үйде тек ақша табатын құрал және тілегі жоқ үй қызметшісі ретінде ғана бар екенін түсінді. Ажырасу туралы ойлар жиі келе бастады. Бірақ ол оларды қуа берді. Алдымен өзгеріске деген әлсіз үміт үшін, кейін қызы үшін. Айсәуле көктемгі шуақты сәуір таңында дүниеге келді. Айгерім кішкентай қызым қолына ұстағанда ішінде бірдеңе сынып, қайтадан мүлде басқа түрде жиналғанын сезді. Ол енді бұрынғыдан да мықты еді. Ол немеренің дүниеге келуі енесін жұмсартады деп ойлады. Бірақ қателесті. Қыз бала екен, деді енесі бұл сөзді ауыр міндетті естігенде айтып. Ол немересіне бірде-бір жөргек, бірде-бір ойыншық, тіпті кішкентай шұлықты алып бермеді. Немересі мүлде жоқ сияқты еді. Бірде Айгерім түнгі 3-те қызын тербетіп отырғанда, енесінің телефонмен сөйлескенін естіп қалды. Пайдасыз қыз. Ернарға ол керек еді, деді ол. Айгерім іштей, бала жынысының жартысы ер адамға байланысты екенін ол білмей ме, деп ойлады. Немесе білгенімен мені кінәлау оңай шығар. Қыздары 2 жасқа толғанда Ернар өзгере бастады. Алдымен ұсақ түйектен. Бұрын болмаған өткір иіс тәтір. Қызметі өсіп, кешкі асқа жиі кешігу. Телефонды үнемі өзімен бірге алып жүру. Тіпті жуынатын бөлмеге де. Сен мені аңдып жүрсің бе? Деп дөрекі сөйледі ол бір түні. Айгерім неге түнде террасада сыбырлап сөйлесетін сұрағанда. Мен жай ғана сұрадым ғой. Маған мынадай тергеулердің керегі жоқ. Сенің маған сенбегеніне шаршадым, деді Ернар ашулана. Бұл әңгімені естіп қалған Күлзия бірден араласты. Айгерім, ақымақ қызғаншақ болма. Осындай күдіктермен еркекті үйден қуып шығасың. Ернар жұмыс дейді, шаршайды, ал сен үстіне жүйкесін тоздырасың, деді ол. Айгерім үндемей қалды. Ішіндегі бір сезім, бір нәрсенің дұрыс емес екенін айқайлап тұрған еді. Бірақ ол оны басып тастады. Ол өзіне өзі. Мен бәрін ойдан шығарып жүрмін. Ернар жаңа қызметке үйрене алмай жүр. Уақыт өте, бәрі орнына келеді, деп сендірді. Бірақ бір кеште Ернар жуынатын бөлмеде душ қабылдап жапқанда, оның телефоны тумбочканың үстінде жанып, хабарлама келді. Экран жабық еді, бірақ мәтін анық көрінді. Бүгін кел, сағындым. Біздің кішкентайымыз да әкесін сағынып жүр. Жіберуші Нұрила, жүрек белгісімен. Айгерімнің қолдары дірілдей бастады. Ол құпия сөзді білетін. Кеше Ернар телефонның кодын теріп жатқанын көрген. Өзі ұйықтап жатыр деп ойлаған. 4 сан. Оның туған күні. Телефон ашылды. Сол сәтте Айгерімнің әлемі құлады. Онда жүздеген жеке суреттер бар еді. Жас әйел, іш киіммен. Ернардың жейдесін киіп алған. Іші дөңгеленіп, жүкті екені анық көрініп тұр. Хабарламалар мейірімге толы еді. Ернар мұндай сөздерді ешқашан Айгерімге айтпаған. Мен сені жақсы көремін, мені Нұрилам. Сен менің өмірімдегі ең керемет адамсың. Ақша аударымдар да бар екен. Витаминдерге 48 мың теңге. Белгілі бір италиялық брендтің сөмкесіне 1.500.000 теңге. Ал ең қорқыныштысы енесімен жазысқан хаттар. Анашым, Нұрила жүкті, ұл болады. Ақыры немере. Жақсы болды, келінің табысы жаман емес қой. Немереге де, анасына да жетеді. Ең бастысы қазір үндеме. Оған себеп берме. Айгерім мұның бәрін оқып отырды. Бірақ көзінен жас шықпады. Денесін мұздай суық жайлады. Қан тамырында қатып қалғандай болды. Ол түскі ас ішпей, өзіне көйлек алмай, үнемдеп тапқан ақшаның бәрі күйеуінің көңілдесін асырауға кеткенін енді түсінді. Өзін жақсылық жасаған адамдай көрсетіп, оның жалақысын қабылдап жүрген енесі шын мәнінде ұлының опасыздығын қажыландырып отырған. Айсәулеге деген салқын көзқарастың себебі енді анық болды. Немере бастапқыда керек болмаған. Олар нағыз мұрагерді күткен.
Жуынатын бөлмедегі судың даусы тоқтады. Айгерім телефонды орнына қойды. Тынысын реттеді. Бетін әдеттегі шаршаған, ештеңеге мән бермейтін қалыпқа келтірді. Ернар шыққанда ол журнал қарап отырған. «Неге ұйықтамадың?» деп сұрады ол шашын сүртіп жатып. «Айсәуле тынышсызданып жатыр еді, қарап шықтым», деді Айгерімнің даусы дірілдемей. Бір аптадан кейін Көзия ерекше қамқорлықпен отбасылық кешкі ас ұйымдастырды. Үстелге крахмалданған ақ дастархан жайды, шкафтан қымбат фарфор ыдыстарды шығарды. Ернар да бұрынғыдан жұмсақ болды. Айгерімге сусын құйып беріп, жұмысы туралы сұрап отырды. «Айгерім, бізде саған бір әңгіме бар», деді енесі шанышқысын қойып, маңызды келіссөз бастайын деп отырған адамдай кейіп танытып. Ернар мейрамхана ашқысы келеді. Серіктестер де дайын. Айгерім не айтылатынын алдын ала білді. «Сенің жер телімің бар ғой», деді Ернар алға еңкейіп. «Атаның сыйлаған. Оны сатсақ бастапқы қаржыға жетеді. 2 жылдан кейін қайтарамын. Саған одан да үлкенін алып беремін. Көлге жақын жерден». Айгерім оған тура қарап сабырмен сөйледі. «Ол жер заң бойынша менің жеке мүлкім. Ол нетеге дейін сыйға берілген. Біз бір отбасымыз ғой», деді Күлзия көзін күлдірмей ғана жымиып. «Өз адамдарыммен қандай есеп болады?» «Дәл сол үшін», деді Айгерім. «Бұл жер Айсәуленің болашағы үшін сақталады». Үнсіздік орнады. Айгерім енесінің бетінің тас болып қатып қалғанын, Ернардың көзінде қорқыныштың жылт еткенін көрді. Түнде үй тыншығанда Айгерім төбеге қарап ұйықтай алмады. Ол жоспар құра бастады. Таңертең жұмыстан сұранып алады. Әйелдерге тән мәселе деп айтады. Енесі сұрап жатпайды. Банкке барады. Сейф шалдайды. Құжаттарды жинайды. Жерге қатысты сыйға тарту шарты, Айсәуленің туу туралы куәлігі, өз төлқұжаты. Бәрін олар табалмайтын жерге қояды. Тағы бір нәрсе, бейне бақылау. Ол бұл туралы бұрыннан ойлап жүрген. Қонақ бөлмеге қояды. Камера диван мен ас үстелін көретіндей бағытталады. Әдетте барлық отбасылық әңгімелер сол жерде өтетін. Айгерім көзін жұмды. Уақыт аз еді. Бірақ енді оның жоспары бар болатын. Ал бұл бәрін өзгертті. Жоспар мінсіз орындалды. Банк сейфі құжаттарды қабылдады. Камера қонақ бөлмедегі кітап сөресіне орнатылды. Айгерім бұрынғы өміріне қайта оралғандай болды. Тамақ пісірді, үй жинады, енесінің мінін тыңдады. Бірақ енді әр қимылы саналы еді. Әр күлкі бетперде. Оның артында мұздай сабыр тұрды. 2 аптадан кейін жұма күні кеңседен шыққанда дала ерте қараңғыланып кеткен еді. Телефонына бейтаныс нөмірден хабарлама келді. Ол жарнама шығар деп ойлап ашты да телефонды түсіріп ала жаздады. Суретте Ернар жүкті жас әйелді құшақтап тұр екен. Әйнек есіктің алдында. Алматыдағы белгілі қонақ үй. Төменінде мазаққа толы шасу. «Сенің күйеуің маған жақсы қарайды. Ал сен үйде отырып тамақ пісіре бер, тауық». Бұл нөмірді Нұрила Ернардың телефонынан жұбайы деген атпен тауып алғаны анық еді. Айгерім кабинетінің есігін жапты, креслоға отырды. Терең дем алып, 10-ға дейін санады. Нұрила жанжал қалаған. Айқай, жылау, күйзеліс күткен. Заңда ел бәрін өзі бұзып, құр қол кетсін деген. Бірақ Айгерім бөгде ережемен ойнамайтын болды. Ол анасына телефон шалды. Қызын балабақшадан алып кетуін, сол түні өзінде қалдыруын өтінді. «Шұғыл сапар анашым, кейін бәрін түсіндірем», деді Айгерім. Сосын такси шақырды. Қонақ үйге бара жатқан жолда телефондағы хабарламаларды қайта-қайта оқи берді. Бір сәттен кейін әріптер сөз болудан қалып, жай ғана суық, жат таңбаларға айналды. Бұл біреудің арамдығының белгісі еді. Оларды қонақ үйдің кіреберіс залынан тапты. Әйнек есіктің ар жағынан Айгерім лифтіден шығып келе жатқан екеуін көрді. Ернардың күртешесі ашық.
Ал Нұрила оның қолтырынан ұстап алған, үстінде қымбат тон. Олар қонақ үй ішіндегі мейрамханаға қарай беттеді. Айгерім де артынан кіріп, оларды залдың алыс бұрышындағы үстелдің жанынан қуып жетті. Ернар басын көтерді де, өңі бірден қуарып кетті. Айгерім, сен мұнда не істеп жүрсің? Деді ол. Отырайын, деді Айгерім рұқсат сұрамай, бос орындыққа отырып. Нұрила арқасын орындыққа сүйіп, ішін сипап қойды. Ернінде жеңіске толы, мейірімді сияқты көрінетін күлкі пайда болды. Ой, заңда елі келіп қалыпты ғой, деді ол. Бүгін тамақ пісірмейміз, аузынды жап, деді Айгерім. Ернар үстелдің шетін қатты қысты. Сен не үшін келдің? Сахна ұйымдастырмақпысың? Мен сұрау үшін келдім, деді Айгерім сабырмен. Ішкі дүниесі түгел дірілдеп тұрса да. Сен оған уәде еткен пәтерге ақшаны қайдан аласың? Менің жерімді сатасың ба? Әлде сен ананмен бірге 5 жыл бойы менің жалақымнан ұрлаған ақша жетеді ме? Нұрила тіктеліп отырды. Ернар маған бәрін сатып әперді. Ол болашақ әке. Болашақ әке ме? Деп Айгерім мырс етті. Бұл күлкі өзіне де жеңі шыққанына таң қалды. Сен оның әке екеніне сенімдісің бе? Сен өзіне демеуші іздеп жүргенде қанша нұсқа болды? Нұрила орнынан атып тұрды. Ашудан жүзі бұзылып кетті. Сен менің баламды өлтіргің келе ме? Ернар, естідің бе? Ол маған қоқан лоқы көрсетіп отыр. Ол менің баламнан айырылуымды қалайды. Мен ондай сөз айтқан жоқпын, деді Айгерім. Айттың. Сен мені қорқыту үшін келдің. Стресстен цық тастасам не болады? Деп Нұрила қолын бұлғап, дауысын қылқылдатып жылады. Сол сәтте Айгерім мұның бәрі алдын ала жатталған қойылым екенін түсінді. Кенеттен соққы келді. Ернар Айгерімді ашық алақанымен бетінен қатты ұрды. Соққының күшінен Айгерім орындықтан ұшып түсті. Ол теңселіп барып құлады. Самаймен көрші үстелдің бұрышына соғылды. Басынан өткір ауырсыны өтті. Бетіне жылы нәрсе ақты. Даяшылар қатып қалды. Қонақтар бұрылып қарай бастады. Жоғал, жынды, деді Ернардың дауысы алыстан шыққанда естілді. Қазір күзет шақырғанша кет. Айгерім орындықтың арқалығына сүйеніп орнынан тұрды. Қарсы алдындағы айнадай жылтырбағанда жүзі қанға боялғанан, күртешесі жыртылған, өзіне бейтаныс қорқынышты әйел көрінді. Нұрила оған жеңіске жеткен адамдай қарап тұрды. Мен кетемін, деді Айгерім. Даусы күтпеген жерден қатты шықты. Бірақ бұл әлі соң емес. Қалалық аурухананың жарақат бөлімінде жас дәрігер жарасын өңдеп 3 тігіс салды. Артық сұрақ қоймады. Ұрып соғу туралы анықтама жазып берді. Айгерім сол қағазды таксиде қатты қысып отырды. Машина оны қала сыртындағы үлкен үйге алып бара жатты. Ол жақта адамгершіліктің соңғы үміті қалғандай көрінген. Есікті күлдие ашты. Келіннің суық, ашуы көзбен шолып шықты. Таңғалу да, аяу да жоқ еді. Құдай-ай, мұна түрің не? Не болды? Сіздің ұлыңыз мен ұрды, деді Айгерім табалдырықтан аттап. Еденге еріген қардың іздері қалды. Қонақ үйде, көңілдесінің көзінше. Сіз бәрін білгенсіз ғой, солай ма? Енесі есікті жауып, қолын кеудесіне айқастырды. Білдім, одан не болыпты? Айгерімнің үні тұтылды. Сіз оның опасыз екенін, оның жүкті екенін біліп үндемедіңіз. Оның несі қорқынышты? Деді енесі иығын қиқан еткізіп. Еркекке сыртта қызық керек, бұл қалыпты нәрсе. Нұрила ақылды қыз, ол әулетке мұрагер береді. Ал сен қызбен не тындырдың? Сыртта боран ылып тұрды. Қар әйнекке біреу құм шашып жатқандай қатты соғылды. Террасадағы термометр 25 градус аязды көрсетіп тұрды. 5 жыл, деді Айгерім баяу. 5 жыл бойы мен сендерге бар ақшамды бердім. Үйлеріңді жинадым, тамақ пісірдім. Ал мен сені ұлым үшін ғана шыдадым, деп сөзін бөлді енесі.
Жетеді. Ернар қоңырау шалды. Қонақ үйде қандай айғай шығарғанын айтты. Жиналды, қазір боранға кет. Ол кіреберістегі шкафты ашып, Әйгерімнің күртешесін, етігін, шарфын еденге лақтыра бастады. Қызымды алып кетемін, деді Әйгерім баспалдаққа қарай ұмтылып. Қыз қалсын, деп енесі жолын бөгеді. Оны қайда сүйрейсің? Ертең тынышталған соң аларсың. Қызым менің анамда, деді Әйгерім. Енесінің жүзінде бір сәтке өкініш көрінді, бірақ ол тез жасырып қалды. Онда тіпті жақсы, кете бер. Ол Әйгерімнің сөмкесін алып, кіреберіске лақтырып жіберді. Сөмкемді беріңіз, ішінде телефон, құжаттар бар. Ертең аласың, қазір кет, деп енесі оны есікке қарай итере бастады. Әйгерім сөмкеге жетпек болды, бірақ ашудан күш алған енесі мықтырақ шықты. Ол Әйгерімді табалдырықтан сыртқа итеріп жіберіп, есікті тарс шапты. Боран бірден Әйгерімді бас салды. Қар көзіне, аузына кірді. Ол жықтуған күртешемен, басы таңулы күйде, ақшасыз, телефонсыз, құжатсыз үйдің алдында тұрды. Барлығы сөмкенің ішінде. Ол сөмке енді ешқашан ашылмайтын есіктің ар жағында қалды. Әйгерім жарық тұрған терезелерге қарап тұрды. Сол терезелердің ар жағында оның өмірінің 5 жылы қалған еді. Таксиді Әйгерім көршілердің үйінен шақырды. Дауысы дірілдеп, сөзін шатыстырып. Жол апаты болды. Маған шұғыл түрде Өскеменге баруым керек. Ақшасын ертең аударамын, деді. Мамық шәлі жамылған егде әйел ештеңе сұрамады. Үнсіз ғана шай құйып берді де, өз қызының ескі пальтосын ұсынды. Сол түні ата-анасының пәтерінде ұйқылы Айсәулені құшақтап отырып, Әйгерім көп айдан бері алғаш рет жылады. Дауыстап, еңіреп жылады. Даусын естіп, бүкіл отбасы жиналды. Ал таңертең бетін жуып қою шай ішкен соң, ол полиция бөліміне барып арыз жазды. Сот процесі 2 айға созылды. Тергеулер, сот отырыстары, құжаттардың үстінде өткен ұйқысыз түндер. Ернар мен Күлзия қымбат адвокат жалдады. Ол сот залына кіре сала. Әйгерім, моральдық тұрғыдан ана болуға жарамсыз. Ол күйеуіне опасыздық жасаған, деп мәлімдеді. Ол қолдан жасалған суреттерді көрсетті. Суреттерде Әйгерім бір ер адаммен жұмыс кешінде құшақтасып тұрғанда етіп өзгертілген еді. Сонымен бірге көзі жылтырап тұрған бір сұрықсыз адамды куә ретінде алып келді. Ол ант беріп, 2 жыл бұрын оларды бірге көргенін айтты. Құрметті сот, деді Ернардың адвокаты залды еркін кезіп, жеңіске жеткен адамдай. Менің қорғауым жауапкерге тиесілі жер телімінің жартысын талап етеді. Некеде тұрған кезде бұл жердің құны өсті. Себебі оған Ернар қарсы салған. Әйгерім бұрынғы күйеуіне қарады. Ол бүк түсіп отырды. Көзін көтермеді. Әйгерім тек қатты шаршағанын сезді. Ал Күлзия тік отырды. Параттағыдай. Келіннің жалақысы туралы сұрағанда шын таң қалғандай. Қандай жалақы? Әйгерім өз ақшасын өзі басқарды. Мен ешқашан араласқан жоқпын, деді. Сол кезде Әйгерімнің адвокаты, көзі өткір, мінезі қатал жас әйел орнынан тұрды. Дәлел ұсынуға рұқсат беріңіз, деді ол. Залға бейне жазбадағы Ернардың дауысы естілді. Анашым, Нұрила жаңа тұрғын үй кешенінен пәтер алғысы келеді. Ол 90 миллион теңгеден кем емес. Әйгерімді жерін сатуға көндірейік бе? Банк анықтамалары көрсетілді. Ай сайын 1 миллион 20 мың теңге Күлзияның есеп шотына тұрақты түрде аударылып отырған. Жарақат бөлімі берген анықтама да ұсынылды. Ұрып соғу іздері анық көрінді. Жерге қатысты сыйға тарту шарты көрсетілді. Ол неке қиылғанға дейін 2 жыл бұрын ресми тіркелген еді. Ал жалған куә 3-ші сұрақтағы сынып қалды. Ол айғақ беру үшін 72 мың теңге алғанын мойындады. Сот залынан шыққанда Әйгерімнің қолында ресми шешім болды. Некенің бұзылғаны, баланың анасының қолында қалатыны, жер телімінің Әйгерімнің жеке меншігі екені бекітілді. Артынан енесінің дауысы естілді.
Бір өзің баламен қалай күн көретінді көрерміз. Әлі-ақ жалынып қайтып келесін. Айгерім бұрылмады. 3 айдан кейін ол жаңа пәтерінің панорамалы терезесінің алдында тұрды. Өскеменнің орталығында. Терезеден мұз болып қатқан ертіс өзеніне қарап, өз бейнесін әрең таныды. Қысқа кария шаш үлгісі, іскерлік костюм. Маркетинг жөніндегі директордың орынбасары қызметі. Бұл қызметті оған бірнеше жыл бойы ұсынып келген, бірақ ол отбасына бола бастатқан еді. Енді жалақысы 1.680.000 теңгеге жетті. Айсәуле жақсы балабақшаға барады. Таңертең анасының бетінен сүйіп шығады. Бір күні ірі сауда орталығында Айгерім Ернарды кездейсоқ көріп қалды. Ол спорт дүкенінің алдында тұр екен. Ал Нұрила 240.000 теңгелік кроссовка аласың, деп қиғылық салып жатты. Ернар қатты қартайып кеткендей көрінді. Беті қылшық басқан, көзі сөнген. Өмір оны қылқындырған адамдай еді. Айгерімді көргенде қолындағы пакет түсіп кетті. Апельсиндер мәрмәр еденмен домалап кетті. Айгерім тоқтамады. Қызының қолынан ұстап, күліп өтіп кетті. Ал қала сыртындағы үлкен үйде нағыз тозақ басталды. Айгерім ол туралы тек таныстардан, Ернардың бұрынғы әріптестерінен естіп отырды. Нұрила енеге тыныш көңілдес болып көрінбеді. Ол өзін үйдің қожайынындай ұстады. Үй жинамады, тамақ пісірмеді. Қымбат косметика мен балықтың ең таңдаулысын талап етті. Ернар қарызға батып, коллекторлармен арпалысып жүргенде, Нұрила өз атына ашылған мейрамхана 2 айдың ішінде жабылды. Бір күні Күлзия бұрынғыдай қатты сөйлегенде, Нұрила оны итеріп жіберді. Ене еденге құлап қатты ауырды. Саған кім керек өзі, кәрі қақпас, деді Нұрила. Мен болмасаң сенің Ернарын түк емес. Тағы сөйлесіп көр. Кетемін де немереңді алып кетемін. Жалғыз қаласын. Күлзия үнсіз қалды. Өмірінде алғаш рет. Себебі қарсы алдында оның жалғыз немересі тұрды. Сол немере үшін ол бір кездері келінін боранға қуып шыққан еді. Кезінде мақтанышы болған үй енді соғыс алаңына айналды. Ал өзі сол соғыста жеңілген жақта қалды. Билік енді Нұриланың қолында еді. Таңғы асты төсегіне әкелуді талап етті. Киімін үйдің әр жеріне тастады. Сағаттап телефонмен сөйлесті. Ал ақпанның бір түнінде қатты аязда шамдар әрең жанып тұрған кезде Ернар үйге мас болып келді. Ернардың үстінен арзан коньяктың иісі мен бәрінен айырылған адамның үмітсіздігі аңқып тұрды. Ол үйге кіре сала бірден 2-ші қабаттағы жұмыс бөлмесіне өтті. Сол бөлмеде табиғат көрінісі салынған суреттің артында кішкентай темір сейф жасырын тұрған. Сейфтің ішінде 16.800.000 теңге болуы керек еді. Бұл ақша оның сияқылары, жасырын табыстары, анасы отбасының қаржысын өз қолына алғанға дейін жинаған қаражаты болатын. Бұл коллекторлармен есеп айырысудың соңғы үміті еді. Олардың қойған мерзімі ертең түсте бітетін. Ернар сейфті ашты. Іші бос еді. Ол ашық тұрған есіктің алдында қимылсыз тұрып қалды. Жалаңаш темір қабырғаларға қарап, көріп тұрғанына сене алмады. Сосын ол жатын бөлмеге жүгіріп кірді. Нұриланың шкафы да бос тұрды. Киім ілгіштер қаңырап қалған. Тіпті жүн мен көмскерілген үй шәркейлері де жоқ еді. Айна үстелінің әйнегінде далаппен жазылған жазу тұрды. Асығыс, салақ жазылған, әріптері ағып кеткен. Уақытымды босқа өткізгенім үшін өтемақы деп есепте. Мен Астанаға кеттім. Іздеме. Не болды? Деді дәл сол сәтте есік алдында түнгі көйлегімен тұрған Күлзия. Жарықтан көзін сарайтып тұр. Неге айқайлап жатырсың? Жексұрын! Деп Ернар сыбырлап айтты. Бұл сөз өзі үшін де күтпегендей шықты. Ол бәрін алып кеткен, бәрін! Қалай бәрін? Деді енесі. Сейфтегі ақшаны, 16.800.000 теңгені, соңғы үміт еді.
Күлзия ағарып кетті. Есіктің жақтауынан ұстап әзер тұрды. Бірақ Ернар оны тыңдамады. Ол көліктің кілтін іліп алып, сыртқа қарай ұмтылды. «Қайда барасың? Дала көкмүз, сен массың», деді анасы. «Вокзалға, әуежайға, оны табамын, бар ақшаны қайтарып аламын», деп айқайлады ол. Жол талғамайтын көлік гүрілдеп, қараңғылыққа қарай зымырап кетті. Артында түнгі көйлекпен аязда қалған анасын қалдырды. Оның жүрегінде жақындап келе жатқан апаттың суық сезімі тұрды. Мұз қатып жатқан қиылыста Ернар қызыл шамға қарамай өтіп кетті. Сол сәтте қарсы жақтан ағаш тиеген жүк көлігі келе жатты. Жүргізуші тежеуге де үлгермеді. Соққы көлікті гармошкадай мышып тастады. Айнектер жан-жаққа шашылды. Темір сықырлап уатылды. Ернарды, нақтырақ айтқанда одан қалғанды, мұжылған салоннан 1 сағатқа жуық уақыт шығарып алды. Айгерім бұл апат туралы бірнеше күннен кейін жексенбі күні білді. Жаңа пәтерінің терезесінен наурыз күнінің жылы сәулесі салбырап тұрған мұздарды ертіп жатқан. Айсәуле қонақ бөлмедегі үстел басында ханшайымның суретін салып отырды. Ыждағатпен тілі ұшына шығып кеткен. Күн тыныш, үй ішіндегідей жайлы еді. Телефон бейтаныс нөмірден шырылдады. Айгерім ажырасқаннан кейін нөмірін ауыстырған. Бірақ бұл Күлзия екенін алғашқы сөзінен ақ таныды. «Айгерім, бұл мен», деді енесінің даусы қарлығып, бұрынғыдай емес, сынық шықты. Ернар ауруханада, жансақтау бөлімінде. Операция керек, 15 миллион теңге. Әйтпесе ол өледі. «Сәлеметсіз бе?» деді Айгерім. Ол қызы естімеу үшін терезе жаққа барып тұрды. «Нөмірімді қайдан таптыңыз?» «Оның маңызы жоқ. Сен көмектесуің керек. Сен оның қызының анасысың». Ол Айсәуленің әкесі. «Біз 3 ай бұрын ажырастық. Ол маған енді ешкім емес». «Қалай олай айтасың?» деді енесі айқайға басып. «Біз бір отбасы едік қой». «Оған ақылы операция керек. Жеке клиника. Ең мықты дәрігерлер. 15 миллион теңге. Сенде жүрек жоқ па?» «Айта беріңіз», деді Айгерім сабырмен. «Ал неге сіз керемет Нұрилаға қоңырау шалмайсыз? Ол сіздің қымбат мұрагеріңізді көтеріп жүр ғой. Сол төлесін». Тұтқаның аржағында үнсіздік орнады. Ол қашып кетті. Бар ақшаны алып кетіп қалды. Айгерім кенет күліп жіберді. Өзі де күтпеген күлкі. Жеңіл, шын көңілден шыққан күлкі. Бұл күлкі мазақ емес еді. Бұл ұзақ уақыт демін ішіне ұстап жүрген адамның бір сәттік босап қалуы сияқты еді. «Қандай өкінішті», деді ол. «Айгерім, өтінемін. Айсәуле үшін, өткен күндер үшін». «Кешіріңіз», деді Айгерім жай ғана. «Ал сіз кім едіңіз?» Ол қоңырауды өшірді. 1 минуттай терезе алдында тұрып, төмендегі қалаға, асыққан адамдарға, шатыр үстіндегі көгершіндерге қарады. Сосын такси шақырды. Төлеу үшін емес, жоқ. Ол тек бұл әңгіме рас па, жоқ па, соны өз көзімен көргісі келді. Соңғы нүктені қою үшін. Қалалық облыстық аурухана оны әдеттегі аурухана қарбаласымен қарсы алды. Қандай жарқыраған плакаттар тұрса да, бұл кибенді жасыра алмады. Айгерім кашемир пальтосымен дәлізбен жүріп келе жатты. Биік өкшесінің дыбысы линолеумда анық естілді. Ол медбикелердің, келушілердің, бөтен адамдардың өзіне қарап қалған сезді. Ол табысты, өзіне сенімді. Өмірі орнына түскен әйел қандай болатынын жақсы білетін. Ал жансақтау бөлімінің алдында пластик орындықта Күлзия отырды. Үстінде түнгі көйлектің сыртынан іле салынған үй халаты. Папталған шәркей. Жуылмаған шашы сирек құйрық болып байланған. Осы уақыттың ішінде ол 10 жылға қартайғандай еді. Айгерімді көргенде ол орнынан ұшып тұрып жүгіріп келді. Қолынан ұстап пальтосының жеңіне жармаса кетті. «Келдің ғой. Мен сенің келетіндігіңді білдім. Сен мейірімдісің. Сен жаман емессің. Өтінемін.
Құдай үшін көмектес, мен бәрін қайтарамын. Үйді сатамын, сені қайтадан отбасыға қабылдаймын. Үйдің қожайын етемін, немере бағамын. Не десең де істеймін. Айгерім бір қадам артқа шегініп, қолын жайлап босатты. Маған тимеңіз. Біз бір отбасы едік қой. Есіңде ме? Мен саған бауырсақ пісіруді үйреттім. Өзенге бірге бардық. Айсәулені перзентханадан қарсы алдық. Есімде, деді Айгерім даусы бір қалыпты. Таңғы 6-да тұрып сіздерге ас әзірлегенім есімде. 3 адамға кешкі асқа 4800 теңге бергеніңіз есімде. Ай сайын сіздерге 1.020.000 теңге тапсырып отырғаным есімде. Корпоративке көйлекке 72.000 теңге сұрағанда бас тартқаныңыз есімде. Тұрмыстағы әйел барын кисін дегеніңіз есімде. Қонақ үйде ұлыңызды мені ұрғаны есімде. Боранға басы таңулы шыртылған күртешемен қуып шыққаныңыз есімде. Айгерім тоқтады. Оның көзінде ашу да, өшпенділік те жоқ еді. Тек нүкте қойылған тыныштық қана бар еді. Минус 25 градус аязда қыз қала берсін дегеніңіз есіңізде ме? Деді Айгерім сабырмен. Сол кезде менің баламды менен тартып алғыңыз келген. Есіңізде ме? Күзия әр айтылған сөз сайын артқа шегініп бара жатты. Айгерім оны көзге көрінбейтін бір күшпен итеріп тұрғандай еді. Мен қателестім, мойындаймын. Бәріне өзім кінәлімін, деді ол даусы дірілдеп. Бірақ қазір өкпелесетін уақыт емес. Ернар өліп бара жатыр. Қазір сізге ақша керек, деді Айгерім салқын ғана. Бұрын оны өзіміз тартып алатын едіңіз. Ал енді сұрауға мәжбүр болып тұрсыз. Осы сәтте жансақтау бөлімінің есігі ашылып, жасыл хирургиялық киім киген 50 жастан асқан шашаңқы дәрігер шықты. Қызылбаев Ернардың туыстары сіздер ме? Деп ол екі әйелге бірдей қарады. Ота сәтті өтті, жағдайын тұрақтандырдық. Бірақ ескертуге міндеттімін. Бас миы өте қатты зақымданған. Алдыңғы бөлігі түгелге жуық білінген. Ол ең ықтимал жағдайда вегетативті күйде қалады. Мүмкін өмір бойы. Кешіріңіз. Күлзия ағарып кетті. Қабырғаға сүйеніп тұрды да, баяу сырғып еденге отырды. Есінен танып қалды. Мейірбикелер жүгіріп келді. Бірі иіс шығаратын дәрі әкелді. Бірі су ұсынды. Енді бірі арба шақырды. Енесі есін жиғанда дәліздегі кушеткада жатыр екен. Ал Айгерім қасында тұрып, телефонды қарап тұрды. Оның жүзінен ештеңе аңғарылмайтын. Бейшара бала, деп сыбырлады Күлзия соңғы үмітіндей. Немерем, қаным, Ернар бәрібір әкесі ғой. Жоқ, деді Айгерім жай ғана телефонның экранын бұрды. Әке емес. Экранда сурет тұрды. Нұрила қымбат костюм киген, жасы үлкен, шашына ақ кірген бір ер адамды құшақтап тұр. Бұл Ернар емес еді. Астанада мейрамхананың алдында түсірілген сурет. Бұл сурет 6 ай бұрын түсірілген, деді Айгерім. Мұны маған Нұриланың бұрынғы құрбысы жіберді. Ақша алып қашқан естіген соң кек алу үшін бәрін ашып берді. Айгерім әрі қарай сырғытты. Міне, ультра дыбыстық тексеру. 22 апта. Ал ол Ернарға 12 апта деп айтқан. Есеп оңай. Бала олар таныспай тұрбақ болған. Ол тағы бір хатты оқып берді. Даусы бір қалып деді. Ернар, бай анасы бар аңғал. Оңай алданады. Бала басқа адамнан. Бірақ ол сеніп отыр. Біраз тұрамында бәрін алып Астанаға кетемін. Анасы мүлде ақымақ. Немере туам деп ойлайды. Күлзия экранға телміріп қарап тұрды. Жүзі біртіндеп өзгеріп, қорқынышты күйге түсті. Жоқ. Бұл өтірік. Бұл сенің қастандығың, деді ол әлсіреп. Қаласаңыз өзіңіз тексеріңіз. Нұрилаға қоңырау шалыңыз. Немесе құрбысына. Ол бәрін растайды, деді Айгерім. Енесі бетін қолымен жауып, жылап жіберді. Құдайым ай,
Мен не істедім? Ұлымды өз қолыммен құтықпын, деді ол еңіреп. Айгерім оның бетіне ашумен де, қуанышпен де қарамады. Тек шаршаған адамдай еді. Ұзаққа созылған бір тарауды жабуға дайын тұрғандай. 15 миллион теңге бермеймін, деді ол тыныш қана. Бұл ақша менің қызымның болашағы үшін. Сол пайдасыз қыздың. Сіз боранда менен тартып алмақ болған баланың. Ол бұрылып шыға бастады. Оның өкшесінің линолеумда шыққан дыбысы артта қалған жылауға жауап болған жалғыз үн еді. 2 жылдан кейін, жаңа жыл қарсаңында, Айгерім қала орталығындағы көшеде жаңа жол талғамайтын көлікпен келе жатты. Бұл маркетинг жөніндегі директор қызметіне көтерілгеніне өзі сыйлаған сыйы еді. Қала шамдары жарқырап тұрды. Дүкендердің терезелері мерекелік безендірілген. Айсәуле артқы орында отырып, тоқтамай сөйлеп келе жатты. Жаңа жыл, сыйлықтар, құрбысы салтанат және міндетті түрде қызыл түсті ит алғысы келетінін айтып қояды. Анашым, Аяз ата шынымен бар ма? Қалай ойлайсың? Бар, өйткені былтыр маған дәл мен қалаған қуыршақта келді. Айгерім айнадан қызына қарап жымиды. Бағдаршамда тоқтағанда ол тротуар жаққа көз салды. Ескі күртеше киген қарт әйел мүгедектер арбасында отырған ер адамды итеріп бара жатыр еді. Ер адам қозғалыссыз, басы салбырап тұр. Әйел оның аузынан аққан сілекейді әдеттегідей майлықпен сүртіп отырды. Айгерім оларды таныды. Бұл Күлзия мен Ернар еді. Үлкен үйді арзанға сатып қарызын жапқан. Қазір қала шетіндегі бір бөлмелі пәтерде тұрады. Ене, бір кездері бүкіл үйді үрейде ұстаған әйел енді өз ұлының күтушісіне айналған. Ол жаңа көлікке қызғана қарады. Бірақ терезе қараңғы болғандықтан рөлде кім отырғанын көре алмады. Анашым, неге тоқтақтырмыз? Қызыл жарық қызым, жасыл жанды. Айгерім көлікті жаймен жүргізіп кетті. Артына қарамады. Үйде мереке басталып кеткен еді. Ата-анасы кеше келіп қойған. Анасы ас үйде жүр. Әкесі шыршаны безендіріп жатыр. Айсәуле жүгіріп шығып анасын құшақтады. Анашым, әжем салат жасап қойды. Ал атам ит алып береді дейді. Мен олай демедім, деп әкесінің даусы шықты. Мүмкін дедім. Айгерім күліп қызын көтеріп айналдырды. Кеудесін жылы бір сезім толтырды. Бұл бақыт емес еді. Бұл тыныштық. Ұзақ азаптан кейінгі тыныштық. Сыртта қар баяу, жұмсақ жауып тұрды. Ол 2 жыл бұрынғы боранға мүлде ұқсамады. Шыша жанып тұрды. Стел толы тағам. Қызының күлкісі үйге әуен болды. 5 жылдық тозақ артта қалды. Айгерім төтеп берді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.